Табиғатта нағыз зомби бар екенін білесің бе? Жоқ, бұл фантастикалық кино емес. Бұл шынайы өмірде кездесетін паразит саңырауқұлақ. Оның аты кортицепс. Ол көбінесе тропикалық ормандарда өмір сүретін құмырсқалардан нысана алады. Барлығы өте кішкентай спорадан басталады. Саңырауқұлақтың спорасы құмырсқаның денесіне жабысып, ішіне енеді. Алғашында құмырсқа ештеңе сезбейді. Ол әдеттегідей қорек тасып, өз жұмысын жалғастыра береді. Бірақ уақыт өте келе саңырауқұлақ оның денесінің ішінде өсе бастайды. Ең қорқыныштысы, ол құмырсқаның жүйке жүйесіне әсер етеді. Ғалымдардың айтуынша, саңырауқұлақ құмырсқаның бұлшықеттері мен мінез-құлқын басқара бастайды. Сөйтіп бір күні құмырсқа өз колониясынан алыстап кетеді. Ол орман ішіндегі биік өсімдікке өрмелейді. Неге дәл биікке? Себебі ол жер саңырауқұлақ үшін өте қолайлы. Ылғал, температура және жел спора таратуға ыңғайлы болады. Содан кейін құмырсқа жапыраққа немесе сабаққа қатты жабысып қалады. Ғалымдар мұны өлім қысуы деп атайды. Осы сәттен кейін құмырсқа өледі. Бірақ оқиға мұнымен бітпейді. Бірнеше күннен кейін оның денесінен ұзын саңырауқұлақ өсіп шығады. Кейін ол ауаға мыңдаған жаңа спора таратады. Бұл споралар басқа құмырсқаларға жұғып, цикл қайта басталады. Ең қызығы, саңырауқұлақ құмырсқаның миын толық жеп қоймайды. Ол тек оның әрекетін өзгертіп, өзіне керек командаларды орындатады. Ғалымдар бұл құбылысты табиғаттағы ең қорқынышты паразиттердің бірі деп есептейді. Себебі паразит жай ғана өмір сүрмейді. Ол басқа тіршілік иесінің мінезін басқарады.